Демалыс күндері күн жаңбыр болып кетті. Менің серуендеу туралы жоспарларым құртылып, уақытымды компьютермен өткіземін деп шештім. Әдеттегідей әлеуметтік желіге кірдім. Досымнан хабарлама келіпті. Скайпта отырайық. Мен келістім. Араға минут салып, досымнан видео қоңырау келді. Мен қабылдадым. Одан кейін біртүрлі жайттар бола бастады. Досым кадрда болмады. Қай жерден екені белгісіз, әлденебір дыбыстар шығып жатты. Мен оны түсіне алмадым. Анықтап тыңдасам, адамның жылап жатқан дыбыс екенін түсіндім. «Ей, сен қайдасың? Сенде бәрі дұрыс па?» Ешкім тіл қатпады. Жылау жалғаса берді. Бірақ бұл жылау одан сайын қатты естіле бастады. Мен бұны досымның кезекті ойыны шығар деп ойладым. Себебі досым әрдайым әзілкеш болады. Жақсы, алдадың болды, жетер. Жылау 2 минутқа тоқтап қалды. Сосын қайтадан жалғасты. Менің төзімім бұған жетпей, қоңырауды өшіре салдым. Желіге қайта кіріп, досыма хабарлама жаздым. Ол оқыды, бірақ жауап жазбады. Мен досымның желісіне кірдім. Біріншісінде сілтеме тұрды. Мен оған кірдім. Одан біртүрлі хабарлама көрдім. Ол жер досымның естелікке сақтайтын бөлімі болатын. Белгілі болғандай, ол 1 күн бұрын қайтыс болған екен. Ал сонда кім жылап жатыр?